Кейінгі кезде қазақтың жауы қазақ бірін-бірі көре алмайды. Тағы басқа осы іспеттес, астары тереңде жатқан сөздерді құлағымыз жиі еститін болды. Мейлі ол дастархан басы болсын, көшедегі қысыр әңгіме болсын, әлеуметтік желіде болсын, қайсы бір қазақтың ісіне көңілі толмай қалса болды. Кей замандастарымыз қазақтың жауы қазақ, қайтсын енді, қазақ болғасын осыда деп қазақты жерден алып жерге салады. Бір қазақтың қателігін тілге тиек етіп, бүкіл қазақтың атына күйе жағады. Осындай қазақтың алауыздығын тудыратын сөзді басқа ұлттар емес, өзіміздің қаракөз қазағымыз айтады. Неге? Біріншіден, қазақ ол пенде болғасын қателік жасау заңдылық, адам кемшіліктен тұрады. Пенденің пендешілігі қатар жүреді. Қанша қазақ болса, сонша мінез бар. Екі қазақтың мінездері келіспей, ойлары туысқан болмай, бір-біріне ренжіп, миға қонымсыз іс-әрекет жасаса, барлық қазақтың қарекеті осындай деп, буынсыз жерге пышақ сұғудың қажеті қанша? Қазақтың жауы қазақ десе, оны қоштайтынымыз тағы бар, намыстанбаймыз. Ал руға келгенде жанымыз шыға жаздайды, намысшылмыз. Мысалға, дулаттың жауы дулат, қоңыраттың жауы қоңырат, адайдың жауы адай десек, ар жағы жер басқызып қоймауы, бергі жағы соттың алдынан бір-ақ шығаруы мүмкін. Ал қазақтың жауы қазақ деп 100 қазақтың алдында айтсақ та біреуі намыстанбайды. Екіншіден, басқа ұлттарды алайық. Біздікінен де сорақысы сол орыстарда көп кездесіп жатады. Көзіміз көріп жүр. Бір-бірін аяқтан шалып, соттап, одан қалса туған бауырлар бір-бірін өлтіріп жатыр. Қаншама бір-біріне қастандық жасап, қатыгездік танытып жатса да, русские великий народ деп бір-бірін ұлықтап жатады. Ал біз болсақ тырнақтай нәрсеге қазақты бір-біріне жау қыламыз. Қазақ бір-бірін көре алмайды дейміз. Бірақ пендешілік пен күндеу қай ұлтта кездеспейді дейсіз. Күллі ұлтқа тән. Мысалға, өзбек халқын алсақ, оларда да көре алмаушылық бар. Сонда да олардың өзбек бірін-бірі көре алмайды деген сөзді естімейміз. Бір-біріне кір жақпайды, кемсітпейді. Қырғыздар да араздаспай ма? Америкалықтар ше? Корей халқын тіпті сөз қылмай-ақ та қояйық. Қазақтың іштей іруіне қадам жасайтын, жігерін құм қылатын сөзді айтуды доғаратын кез келді, ағайындар. Ойланайық.